Әлеуметтік желіде дінді насихаттайтын уағызшы көп, бірақ дәстүрлі дінді жақтайтындар мен оларды даттайтындар мидай араласып, жастар дұрысын бұрысынан айыра алмай жүр. Мүфтияттың бұйрығымен ақпарат алаңына шыққан имамдар шариғатты терең меңгерген, үгіт насихаттары да ұлттың тарихымен үйлескен. Дәріптейтіні иман, ислам, ихсан. Ал интернеттің төрінен такфирлік идеологияны тақпалайтындардың ұраны тек соғыстың төгірегінде. Қазір онлайн алаңда адам арбап жүрген осындай арамзалардың саны 30-ға жуықтайды. Көбі орталық Азия елдерінен шыққан псевдо-уағызшылар. Бәрі терроризмді насихаттап, жерлестерін қанды қырғынға тартқан үшін халықаралық іздеуде. Көштің басында арбаушылардың бірі Зофир Гафоров, Абдуллох Зуфар лақабатымен танымал. Этникалық өзбек ұлтының өкілі. Арабша сөйлеп, астарлы жымысқылықпен жастардың санасын улайды. Ұлт деген түсінікке қарсы. Жақтастарын тегінен, тарихынан ажырату арқылы лаңкестер жасағын дайындайды. Жазықсызды жазғырып, қорғансыздың қанын суша ағызған жендеттерге ода айтады. Азуымен орақ орған псевдо-уағызшы қарулы қақтығысқа қатыспайды. Тек соқыр ерушілерін айдап салып, қалтарыстан бақылап қалады. Ескертеміз. Зуфар Катиба Таухид Уал Джихад халықаралық террористік ұйымының медиа белсендісі. Оны тыңдап, соңынан ергендер не абақтыға түсті, не соғыста опат болды. Сондықтан арамзаның айласына алданбай, тексерілген ақпарат көзіне жүгінген абзал.